Дорогие подписчики, доброе утро. Приветствую вас сегодня на нашем утреннем коле. Большое спасибо за то, что присоединились. Ну а с вами, как всегда, я, Бауыржан, мой коллега Жумабек, расскажем про последние изменения на рынке, причем начиная с понедельника. Итак, Америка постепенно выходит у нас из Дня независимости, там день у них еще продолжается. Ну а вместе с этим на рынок возвращается активность. Мы видим, в частности, по фьючерсу на индекс S&P 500, именно сейчас он открыт у меня перед глазами, что динамика на рынке акций США, в общем, не особо поменялась за последние сутки-два, в целом с начала недели. Олжас, сен Жусан аналитикасының тікелей эфирін көріп тұрады екенсің. Танысайық. Өзің туралы айтып кетсең. Немен айналысасың? Қанша уақыт инвестициялайсың? Саламатсыз ба? Менің есімім Олжас. Жасым 33-те. Мектеп бітіргеннен кейін арман қалап, осы Алматы қаласына оқуға түстім. Содан кейін осы жерде қалып, жұмыс жасап жатырмын. Қазір құрылыс компаниясында жұмыс жасаймын. Бұған дейін басқа бір мекемеде бірнеше жыл аналитик мамандығында жұмыс жасадым. Үйренгенмін, 3 кішкентай бөпем бар. Солар ішінде бір жағынан қазір жан-жақты табыс көздерін іздестіріп жатырмыз. Солардың бірі қор нарығына инвестиция жасау. Күнделікті колдарға қатысып, сұрақтарды қойып, Жұмабекпенен Бауыржанның өздерінің ойларын тыңдап, котировкаларды бірге қараймыз. Кеше қандай жаңалықтар өтті, олар болашақ қалай әсер етеді. Сол сұрақтардың бәрін қарап отырамыз, тыңдап отырамыз, өзімізге сұрақ қойып отырамыз. Негізінде өзім бұны бір қазір хобби ретінде қарастырамын, шыны керек. Өйткені бір сұрақтарда бірдеңе анализ жасағанды өзім ұнатамын бұрыннан. Қазір осы қор нарығындағы акцияларды, облигацияларды зерттеп, оларға баға беріп, олардың бұрынғы жағдайлары қандай болды, болашақта қандай табыс әкелуі мүмкін, мүмкіндігі жоқ па, соларды қарастырамыз. Олжас, сенің инвестициялау жолың қалай басталды? Инвестицияға келмес бұрын ковидтің кезінде барлығы интернет арқылы табыс табуды іздестірген болатын. Қарқынды дамыды сол сұрақ. Менде сол интернет арқылы қарап отырып криптовалюталарды зерттедім. Сол зерттеп жүрген кезінде оны енді өте ликвидный, оны рискованный екенін байқадым. Және бірнеше дос қыздар айтты, осы қор нарығына инвестиция жасауды қарап көр деді. Және салыстырдым, мақалалар оқыдым, кітаптар оқыдым, видеолар қарадым, қазір ютубта барлығы бар. Сенімді және өзінің бір нәтижесін алып келетін инструмент ретінде осы қор нарығына инвестиция жасауды қарастырдым. Одан кейін сол инвестиция жасау үшін брокер іздеп табу керек болды. Брокер іздеген кезде өзім жаңа айтып кеткендей аналитик болып жұмыс істедім. Көп сұрақтар бойынша соларды салыстырып шықтым барлығын. И Жусан Инвестке келіп тоқтадым. Неге десеңіз, Жусан Инвестте өзіміздің жергілікті нарықта төменгі комиссия бар. Ол жерде әлеуметтік желі бар, радар деп аталатын. Ол жерде жаңа Бауыржан мен Жұмабек жүргізетін күнделікті тікелей эфир бар. Ол жерде сонымен қатар приложениесінің өзі, қосымшасының өзі түсінікті, жарқын, ыңғайлы приложение. Ең басында мен сол жерде отырып Жусан Академия оқу курстарына өткен болатын. Содан сертификат алып, сол оқулардан біраз мағлұмат алып, ақырындап инвестиция жасауды бастадым. Біздің құрылыс компаниясы Алматы қаласының барлық аудандарында үй салып жатыр. Біздің отделдің жұмысы осы салынып жатқан барлық үйлерге коммуникация жеткізу. Су, свет, газ, отопление. Мысалы өзіңіз алдыңызда көріп жатқан планда осы жерде әр құбырдың, әр коммуникацияның өзінің бір белгіленген құбырлары бар, траншеялар бар. Солар бойынша осы деген планды біздің бастапқы план ретінде аламыз да, осы бойынша жұмыс істейміз. Әр үйге талапқа сай, сапалы, ауызсу, электричество қамтамасыз ету біздің отделдің жұмысы. Инвестициялауды бастаған кезде сенің өмірің, ойлауың қалай өзгерді? Бостандық алу үшін, тәуелсіздік алу үшін соған арналған көптеген кітаптар бар. Сол кітаптарды оқыған кезде көбісінде бір басты қағида бар. Ол жоқ дегенде өзіңе түскен табыстың 10%-ын өзіңе төлеу. Ол дегеніміз қалай? Мысалға жалақы алған кезде біз сол ақшаның жан-жаққа тарап тастаймыз.
азық-түлікке, киім-кешекке, коммуналдық қызметтер, интернет, басқа тарап тастаймыз. Ал негізі ол жердегі қағида ең бірінші өзіңе жоқ дегенде 10% төлеу. Оны өзіңе алып қалу ақшаны. Және ол ақша 10 теңге, ол ақшаны мысалға 100 теңге, 200 теңге болса да өзің болашағыңа арнап инвестиция жасауға болады. Мысалға дүкенге барған кезде де өзім достарыма да өзім айтамын, бір суық су, газировка, болмаса бір энергетик, бір мезеттік бір затты алғанша лучше сол ақшаны инвестициялық счетқа салып, акция алыңыз, облигация алыңыз. Өйткені ол сізге болашақта одан да көп ақша алып келуі мүмкін. Және де жаңағыда айтып кеткендей, біз комьюнити жасадық достарымызбен. Біз уже анықтаған сайын көп нәрсені біліп жатырмыз. Бір өзімізді бір басқа қырынан танып жатырмыз. Біз бір білмеген заттарды оқып жатырмыз, біліп жатырмыз. Көптеген ақпараттарды алып жатырмыз. Осының барлығы бізді бір жай қарапайым адам ретінде де жақсы дамытуға әсерін алып келіп жатыр. Бұрын білмейтін заттарды қазір білеміз. Көптеген тақырыптарда біз сөйлесе аламыз. Әлемде болып жатқан жаңалықтарды обсуждать етеміз, талқылаймыз осы жерде. Қосымшаның ішінде Радар әлеуметтік желісінде сен Жусан Инвест үшін 13 тармақтан тұратын ұсыныстар жазғаныңды білемін. Сен кері байланыс алдың ба? Иә, есімде. Біз жаңа Радар атты деп атаймыз өздерімізді. Сол жерде көптеген инвесторлар әртүрлі сұрақтар қояды ол жерде. Бір сұрақтар қосымшаны жаңарту туралы, бір сұрақтар сынайы сұрақтар болады. Өзімде де бір нәрсе сұрақтар болған, соның бәрін жинастырып, бір үлкен пост жасадым. Сол пост жасағаннан кейін 13 тармақ болды сұрақтардың барлығы. Бірнеше уақыт өткеннен кейін мен жақында қарадым, 13 сұрақтың уже 8-ін жасап қойған екен. Енді қалғандарында жақындарда жасайды деген үміттемін. Кері байланыс Жусанда жақсы. Басқа блогерлермен салыстырған кезде. Қандай сұрақ жазсаң да, әр адам өзінің сұрағын қойса да, сауалын қойса да, кеңес сұраса да, астына official Радар деген аккаунттан Жусанның жігіттер қыздары сұрақтарға жауап беріп отырады. Қандай нәрсе, не нәрсе. Осындай кері байланыстың болғаны біз үшін өте жақсы. Біз сезінеміз да сол кері байланыстың барын, біздің сұрақтарымызды қарап жатқан, қарастырып жатқан, олар жаңа қосымшаны жетілдіріп жатқан, басқа да функцияларын қосып жатқан, дұрыс жасамай тұрған жерлерін жөндеп жатқанын біз көріп отырмыз. Олжас, сенің инвестициялау стратегияң бар ма? Негізінде стратегия дейтіндей қазір бір қолданып жатқан ерекше стратегия жоқ. Ол көпшіліктің стратегиясы. Теңдей мөлшерде менде акциялар бар, облигациялар бар және ETF фондтар бар. Бірақ қазір мен өзімнің жеке бір стратегиямды ойластырып жатырмын. Оны әлі де бақылау керек. Оны бақылау үшін, оның нәтижесін көру үшін Жусан Инвестте демосчет бар. Сол демосчетқа мен сол жерде сол жаңағы инвестиция, жаңағы стратегия бойынша алған акцияларымды сол жерден алып жатырмын. Ол ешқандай риск жоқ, ешқандай ақшасы кетпейді, жай демосчет. Мен сол жерде өзімнің сол стратегиямды бақылап жатырмын. Бұл демосчеттің тағы да бір жақсы пайда жері, бастай алмай жатқан инвесторларға өзі көріп, оны қалай жасайтын, қалай жұмыс жасайтын, бұл жаңағы қосымшаны қалай жұмыс жасайтын бақылау үшін, анықтау үшін көруге болатын керемет функция деп ойлаймын. Олжас, инвестицияны енді бастап жатқандарға қандай кеңес берер едің? Қандай кеңес дейсіз ба? Бастаңыз ең бастысы. Басталған жұмыс аяғын табады. Басталмаса ешқандай жұмыс болмайды. Бір керемет сөз бар ғой. Қателеспейді тек жұмыс жасамаған адам ғана. Әрбір қозғалыстың, әрбір басталған жұмыстың бір өзінің шегіне жету үшін бастап көру керек тек жай ғана. Жай болмайтын бір заттарды алғанша, дүкенге барып сусындарды, басқа бір заттарды алғанша, сол тиынды өзіңізге жаратыңыз, өзіңізге қалдырыңыз, өзіңіздің болашағыңызға арнаңыз. Өздеріңізді білетіндей, Қытайдың данышпаны Лао Цзидің сөзі бар. Мыңдаған шақырымдық жол бір қадамнан басталады. Сондықтан, құрметті қазақстандықтар, бастаңыздар. Қанша қазақстандық, сонша инвестор болуын тілеймін.